Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті жаһандық білім кеңістігіне тағы бір қадам жасады. Оқу орны Польшадағы Краков қаласының University of Agriculture in Krakow университетімен халықаралық келісімге келді. Бұл әріптестік ғылым мен білім саласындағы байланысты күшейтіп, студенттер мен оқытушылар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті мен Польшадағы Краков университеті агроөнеркәсіп саласына серпін беретін жаңа бастаманы қолға алды. Екі оқу орны Агротех қос дипломды бағдарламасын іске қосуды жоспарлап отыр. 3+1 форматындағы бұл жоба студенттерге бірегей мүмкіндік ұсынады. 3 жыл Таразда, 1 жыл Краковта білім алып, халықаралық деңгейдегі диплом иегері атану. Бағдарлама болашақ мамандарды цифрлық технологиялар мен жасанды интеллектті меңгерген заманауи агросалы көшбасшылары ретінде даярлауға бағытталған. Сегодня понятно, что Бүгінгі таңда кез келген саладағы бірде-бір маман IT саласы мен жасанды интеллект туралы білімсіз жұмыс істей алмайтыны анық. Сондықтан оқу орындары мамандарды тек 1-2 жылға емес, 4-5 жыл алға озып жүретін деңгейде даярлауы тиіс. Осыған байланысты біздің университеттің даму стратегиясы бойынша бұл жоспарды біз 5 жыл бұрын қойғанбыз. Қазіргі таңда біз ауыл шаруашылығы бағытын біртіндеп дамытып келеміз. Халықаралық әріптестік аясында Польша университеттерімен орнаған байланыс университет студенттеріне жаңа мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда. Біз Польшамен өте жақсы байланыстамыз, себебі біздің 7 студентіміз министрліктің грантын ұтып алған етін осы 2025-2026 оқу жылдарында толықтай министрліктің қаржыландыруымен Польшадағы Лодз университетінде оқып келді. Енді Польшадағы екінші вуз ол бізде осы Краков ауыл шаруашылық университеті. Бұл бағытта біз үлкен жоспар күтіп отырмыз. Тараз бен Краков арасын жалғаған бұл әріптестік жай ғана келісім емес, жаңа буын мамандарын қалыптастыратын маңызды бастама. Бұл қадам университеттің халықаралық білім кеңістігіндегі беделін арттырып, жаһандық деңгейдегі жаңа мүмкіндіктерге жол ашуда. Бекзат Әшірбай, Махаббат Құсайын, Елдар Түстікбай, 24 News.